Жалпы сатудың 5 қадамы бар деп айтып жатады. Осы 5 қадамды сақтап отырсақ, бізде скрипт продажа пайда болады. Ең бірінші бұл сәлемдесу деп аталады. Сәлемдесу, амандасу, клиентпен қарым-қатынас орнату біріншісі. Екіншісі, ол клиенттің қажеттілігін анықтау, яғни болын білу, потребностін білу деген сияқты. Үшінші қадам бұл презентация, болашақтың пайдасын беру деп аталады. Затыңызды алғаннан кейінгі ол зат қандай пайда береді, ол затты алғаннан кейінгі ол кісінің көңіл күйі қалай болады, дәл соны жеткізе алуымыз керек. Төртіншісі, ол күмәндармен жұмыс деп аталады, яғни возражениялар, қымбат деуі мүмкін, ойланамын, ақылдасамын деген күмәндар болады. Бесінші, ең соңғысы бұл call to action деп аталады. Call to action ағылшын тілінен аударғанда іс-әрекетке шақыру. Бізге ақша түсіретін соңғы этап іс-әрекетке шақыру. Бұлардың барлығын жеке-жеке тоқталып өтеміз. Bir қарағанда барлығы оңай сияқты, бірақ практикада жасап көрсеңіз, әрқайсына жеке-жеке үңілмесеңіз, сатылым бола қою екіталай. Сондықтан сәлемдесудің өзінде үлкен өнер жатыр, қажеттілігін анықтағанда үлкен өнер жатыр. Презентация, болашақтың пайдасын бергенде де әдемілеп жеткізе алу, әдемілеп айтуда да үлкен мән бар. Одан кейінгі күмәндар шыға бастайды. Возражениялары, қымбат, кейін хабарласамын, күйеуіммен ақылдасамын, әйеліммен ақылдасамын деген күмәндар шығып жатыр. Негізі возражениялар клиентке толық информация жетпей қалған кезде шығып жатады. Бұның бәріне тоқталамыз. Соңғысы call to action, іс-әрекетке шақыру деп аталады. Осы нақты 5 қадам біздің сатылым алып келуге үлкен септігін тигізеді. Көп сатушылардың қателігі осы 5 этапты сақтамайды. Рет-ретімен қай этапта келе жатқанын өзі сезбей қалады. Әр этаптың өзінің маңызы зор. Көбісі асығыстап жауап берем деп, тез-тез сөйлесе алсам болды, толық информация берсем болды екен, клиент алады екен деп ойлайды дағана, барлық информацияны береді, бірақ соңында тек қана рахмет немесе сау болыңыз деген нәрсені естіп жатады. Сау болыңыз деп еститін сіз консультант емессіз, сіз кәсіпкерсіз. Кәсіпкер деген сатылымды жасай алу керек. Осы 5 қадам сату скрипті деп аталады. Сату скрипті деген сіздің алдын ала дайындап қойған сценарийіңіз. Мысалы, клиент былай сұрақ қойғанда мен былай деп жауап беремін. Клиент қымбат деген кезде мен былай деп жауап беремін деген сияқты көз алдыңызда шпаргалка сияқты тұру керек. Бұл уақытша, қашан миыңызға қонғанша автомат түрде сіз осы скрипт продажаға қарап үйренетін боласыз. Немесе сату бөлімін жасап жатсаңыз, сату бөлімін құрып жатсаңыз, сату менеджерлеріңіз осы скрипт бойынша бастапқыда осы скриптке қарап сөйлесу керек. Неге оған қарап сөйлесу керек? Себебі қай этапта келе жатқанын өздері көріп отырады. Клиенттің возраженияларын жауып үйренеді. Қажеттілігін анықтау керек екен осы скрипт продажаға қарап біледі. Енді сату скрипті болмаса, бұл қолында картасы жоқ турист сияқты боласыз ғой. Мысалы, қолында картасы жоқ турист қайда барарын білмейді. Оңға барады ма, жоқ, солға барады ма? Оңға барса тауға шыға ма, жоқ, суға түсіп кетеді ма, оны білмейді. Дәл сол сияқты осы сату скрипті болмаса, сатушы қай этапта келе жатқанын білмейді. Сатушы клиентпен дұрыс қарым-қатынас орната алмайды. Бастапқыда осы сату скрипті бұл шпаргалка сияқты ғой, мектеп кезінде қолданған шпаргалка сияқты бақылауды жасап отқан кезде есіңнен шығып тұрған жерін шпаргалкадан қарап көріп алып, жақсы жауап беруге болады. Сондықтан бүгінгі үй тапсырмасы осы 5 қадам бойынша бастапқыда өздеріңіздің білгеніңізбен өздеріңіздің сценарийларыңызды жазыңыздар. Оны жетілдіре бересіз, бір күні профессиональный сату скриптіне айналады. Үй жұмысына осы сату скриптін жазу керек. 5 этап бойынша сіз қалай сәлемдесесіз, сіз сәлемдескенде клиент не деп жауап береді. Қажеттілігін қалай анықтайтын едіңіз, клиент не деп жауап береді. Презентацияны қалай жасайсыз, клиент не деп жауап береді. Дәл осылай A4 қағазға сату скриптін өз білгеніңізбен жазыңыз. Бұл бастапқы этап. Бұны ары қарай сіз әрқайсына жеке-жеке білгеннен кейін бұны жөндей бересіз, бір күні профессионалды түрде сату скрипті пайда болады.